Сәлем баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Салима. Бүгін құйрық майды қалай маринаттау керек және оны пищевой пленкіде қалай пісіру керектігін осы видеомда бөлісетін боламын. Соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Құйрық майымызды видеода көрсетілгендей етіп, орташа етіп барлығын кесіп аламыз. Қатты үлкен етіп кесіп жібермеңіздер. Біздің маринаттарымыз сіңу үшін және кесіп қойғанға өте әдемі көріну үшін осылай барлығын орташа етіп кесіп алыңыздар. Мінеки осылай етіп кесіп аласыңыздар. Барлығын орташа етіп кесіп алған құйрық майларымызды тұздап аламыз. Тұзды осылай шетіне, жан-жақтарына барлығына видеода көрсетілгендей етіп жағып аласыңыздар. Тұзды көп сеуден қорықпаңыздар. Құйрық май өзіне керекті ғана тұзды алады, сондықтан осылай тұздап шығыңыздар. Маринаттау үшін бізге чеснок қажет және паприка мен қызыл бұрыш қажет болады. Чеснокты қабығын ашып, осылай пресстен немесе пресс болмаса мясорубкіден өткізіп алсаңыздар болады. Оның үстіне 2 қасық паприка мен 1 қасық қызыл бұрышты салып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Араластырып алғаннан кейін осылай құйрық майымызға шетіне, жан-жақтарына барлығына жағып алатын боламыз. Барлық құйрық майларымызды осылай етіп маринаттап алатын боламыз. Бұрынғы кезде ата-бабаларымыз құйрық майды салқындағанда және тұмау болған кезде пайдаланған. Адам ағзасына өте пайдасы көп құйрық майдың. Құйрық майды осылай маринаттап пісіріп алғаннан кейін морозильникте сақтауға болады. Морозильникте сақтап, керек кезінде алып пайдалансаңыздар болады. Барлық мінеки құйрық майымызды осылай маринаттадық. Енді 2 сағатқа үй температурасында қалдыратын боламыз. Маринаты сіңіп, 2 сағат комнатный температурада тұру керек. Мінеки 2 сағат уақытымыз өтті. Құйрық майларымызды осылай пищевой пленкіге 2 жағын бүріп, видеода көрсетілгендей етіп орап шығатын боламыз. Құйрық майды алдымен суға пісіріп, одан кейін маринаттағаннан көрі осылай алдымен маринаттап, одан кейін пищевой пленкіге орап суға пісірген өте дәмді болып шығады. Осылай жасаңыздар, сол кезде сіздерге ұнайтын болады. Құйрық майды көбіне ер адамдар және үлкен адамдар өте нанға қосып жегенді өте жақсы көреді. Сондықтан осылай етіп жасасаңыздар болады. Барлық құйрық майларымызды осылай пищевой пленкіге орап алғаннан кейін қазанымызға немесе кастрюлемізге салқын су құйып, қақпағын жауып 30-40 минут қайнататын боламыз. Мінеки біздің құйрық майларымыз қайнап жатыр. 30-40 минут қайнатқаннан кейін үй температурасында суытатын боламыз. Мінеки біздің құйрық майларымыз суып дайын болды. Осылай сыртындағы пленкасын алып тастайсыздар. Мен қазір сіздерге 2 түрлі жолын көрсететін боламын. Бір жолы осылай паприкаға аунатып аласыңыздар. Бұны аунату міндетті де емес, әдемі көрінеді, сондықтан осылай бір жолын сіздерге аунатып көрсетейін деп тұрмын. Екінші жолы осылай пленкасын шешіп алғаннан кейін өзін пайдалана берсеңіздер болады. Неге осындай түсте болады. Дәмі енді керемет, иісі мұрын жаратын болып шықты. Жасап көріңіздер. Менің рецептім бойынша рецептіні видеоның астында описание бөлімінде қалдыратын боламын. Мінеки осылай кесіп жесеңіздер болады. Дәмі енді керемет, иісі мұрын жаратын болып шықты. Жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Менің каналымда түрлі тағамдардың рецептілері бар.